Сәлеметсіңдер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз енінші дәрежелі түбірлер. Өткен сабағымызда енінші дәрежелі түбірлерді біз бастап өткен едік. Осы сабақта күрделі деген есептерді шығаратын боламыз. Келесіде есеп берілсін. Төртінші дәрежелі түбір астында А бөлінген Б және де түбір астында А бөлінген Б. Енді біз осы жерде екі көбейткішті көріп тұрмыз және бізде жалпылама түбірді көріп тұрмыз. Оны біз қазір келесідей ажыратып жазайық. Яғни А бөлінген Б және де бізде түбір астында А бөлінген Б. Дәреже ретінде 4-тен 1 дәреже тұрады. Келесіде бізде дәл солай А бөлінген Б және 4-ші дәрежелі түбір астында А бөлінген Б-ның көбейтіндісінің 2-ден 1 дәрежесі. Түбір дегеніміз 2-ден 1 дәреже дегеніміз. Жақсы. Енді біз мына жерде мына түбірді қарастыратын болсақ, бұл түбір 2-ден 1 дәрежені береді. Демек, А бөлінген Б және А бөлінген Б-ның 2-ден 1 дәрежесі. Біз осыны қазір ашып жазатын болсақ, дәреженің қасиеті бойынша мынау А бөлінген Б, А бөлінген Б екеуі негіздері бірдей болса, дәрежелер қосылады ғой. Сонда А бөлінген Б-ның 1 қосылған 2-ден 1 дәрежесі. Ол дегеніміз бізде А бөлінген Б-ның 2-ден 3 дәрежесін береді. Енді 2-ден 3 дәреже болса, онда бізде жалпы сыртқы дәрежеміз 4-тен 1 дәреже болып тұр. Сонда А бөлінген Б-ның 2-ден 1 дәрежесі. Оның сыртында бізде 2-ден 3 дәрежесі, жалпы сыртында 4-тен 1 дәреже. Енді біз келесі көбейткішімізді дәл солай жазатын болсақ, мен жерде 4 дәреже, мына жерде бізде 1 дәреже, сонда 1 дәрежеге 4-тен 1-ді қосатын болсақ, 4-тен 5 дәреже. Демек, А бөлінген Б-ның 4-тен 5 дәрежесі және сыртында 2-ден 1 дәреже. Осы кезде дәрежелерді біз дәрежеге шығару амалын пайдаланатын болсақ, көбейтеміз. Сол кезде 8-ден 3. Келесі өрнек А бөлінген Б-ның 8-ден 5. Тағы да бізде негіздері бірдей өрнектердің көбейтіндісіне келді. Ол кезде дәрежелер қосылады. 8-ден 8, яғни А бөлінген Б-ның 1 дәрежесіне келеді. Келесі 4-ші есепті де дәл осы сияқты шығарамыз. Мысалы, бірінші көбейткішті қарап көрейік. Бірінші көбейткішіміз бізде 3-ші дәрежелі түбір асты және оның ішінде А көбейтілген тағы да 3-ші дәрежелі түбір асты. Біз осыларды осылай жазайық. А және жақшаның ішінде А 3-ші дәрежелі түбір асты А-ның 3-тен 1 дәрежесі. Жақша мына жерден басталып, мына жерде бітіп тұр. Мінекей, мына өрнектің біз 3-тен 1 дәрежесін жаздық. Алдында А көбейтіліп тұр және оның 3-тен 1 дәрежесі. Енді біз қазір мына жерде тағы да жеке-жеке жіктеу керекпіз. Сонда жіктейтін болсақ, А ең ішкі дәреженің бастайық. Мына жерде 1 дәреже бар, мына жерде 3-тен 1 дәреже бар. Демек, біз іштен сыртқа қарай әрекет жасап жатырмыз. Негізі сыртынан да бұлай сыртқы дәрежені жеке-жеке жіберіп жүруге болады. Мынаған жіберіп жүруге болады және мына жерге жіберіп жүруге болады. Солай да шығаруға болады. Біз қазір мынау іштен бастап сыртқа қарай дәрежелерді шығарып жатырмыз. Бұл жерде А-ның 1 дәрежесі және А-ның 3-тен 1 дәрежесі. Сол екеуін қосатын болсақ, А-ның 3-тен 4 дәрежесі. Ол 3-тен 4 дәреже мына жерде 3-тен 1-ге көбейтіледі. Сонда 9-дан 4 дәреже. 9-дан 4 дәреже мына жерге 1-ге қосылады. Сонда 9-дан 13 дәреже. А-ның 9-дан 13 дәрежесі және оның 3-тен 1 дәрежесі. Енді осыны мына жерге жазып қойайын. Бұл жерде А-ның 3-тен 4 дәрежесі шықты, оның 3-тен 1 дәрежесі. Ол дегеніміз А-ның 9-дан 4 дәрежесі. Енді мына жерде тағы 1 дәреже бар. Сондықтан А-ның 9-дан 4 дәрежесін біз, мына жерде 1 дәреже бар, 9-дан 9, сонда 9-дан 13. А-ның 9-дан 13 дәрежесі. Мінекей, демек, өрнектің ішінде бізде 9-дан 13 дәреже шықты. Енді оны тағы 3-тен 1-ге көбейтеміз. Сол кезде А-ның 27-ден
13 дәрежесі. Енді жаңағы көрсеткен екінші дәрежені қарастырып көрейік. Мына жерде енді көбейтуді ары қарай шығара аласыздар. Мына жағдайда бізде жаңағы сыртқы дәрежені жіктеу арқылы шығарып көрейік. Сол кезде бізде не шығады? А-ның 3/1 дәрежесі және мынау жақшада тұрған өрнектің 9/1 дәрежесі. Тағы да бізде мына жерде 9/1 дәрежені жіктеп жүруімізге болады. А-ның 3/1 дәрежесі, яғни 9/1 дәреже мына көбейткішке және мына көбейткішке жіктелінуі керек. Сол кезде А-ның 9/1 дәрежесі, мына жерде 3/1 дәреже бар, сонда А-ның 27/1 дәрежесі. Мінекей екінші шығару әдісі. Енді мына жағдайда бізде бүкіл дәрежелер қосылады. 1 бөлінген 3, 1 бөлінген 9, 1 бөлінген 27. Бөлім, ортақ бөлім 27, 9-дан берем, мына жерде 3-тен берем, мына жерде 1-ден береміз. Сол кезде А-ның 27-ден, мына жағдайда 9, 3, 9-ға 3-ті қосатын болсақ 12, 1-ді қосатын болсақ 13. Екі жағдайда да жауап бірдей шықты. Демек табылған осы көбейткішті біз мынау екінші көбейткішпенен жаңағы дәрежелерін тауып алғаннан кейін онымен көбейте аламыз. Екеуі бірдей жағдай. Жақсы, келесі есеп. Енді мына жерде көрінбей қалған екен, көрінетіндей бұлай жасап қойдық. Бірінші жағдайға қарайтын болсақ, 67-нің квадраты азайтылған 58-дің квадраты бөлімінде түбір астында 53-дің квадраты азайту 28-дің квадраты жалпы бізде квадрат түбір тұр. Енді оны қысқаша көбейту формуласына саламыз. Ол түсінікті. 67 қосылған 52, 67 азайтылған 52. Бөлімде түбірдің астында тура сондай квадраттардың айырымы. Демек 53 қосылған 28 және 53 азайтылған 28. Түбір 67-ге 52-ні қосатын болсақ 9, 119. 67-ден 52-ні азайтатын болсақ 5, 15. Көбейту 15. Ал бөлімде түбір астында 53-ке 28-ді қосатын болсақ 1, 81. Көбейтілген 53-тен 28-ді азайтатын болсақ 5, 25. 25. Жақсы. Сонда мына түбірді біз кішірейтіп жазып қояйық мына жерге. Енді бөлімдегі түбірден не шығады? Мына жақ бізде 65, бөлімдегі түбірден 81-ден бізде 9, 25-тен 5. Қысқартып көрейік. Мына жерде 5 пенен 15-ті қысқартамыз, 3 қалады, 3 пенен 9-ды қысқартамыз, 3 қалады. Мына жерде 119 3-ке бөлінімі. 1-ге 1-ді қоссақ 2, оны 9-ға қосатын болсақ 12, 11. 11 3-ке бөлінбейді, сонда бізде осындай өрнек қалады. 119 бөлінген 3 деген өрнек қалды. Енді мына жерде бір қателік кетіпті. Бізде 58, 52 деп жазып кетіппіз ғой. 58. Онда келесідей өрнек шығады. Бізде 67. 67-ге 58-ді қосатын болсақ 5, мынау 11, 12, яғни 125. Келесі 67-ден 58-ді азайтатын болсақ 9 қалайын деп тұр екен. 9. Жақсы, олай болса мына жерде бізде келесідей өрнек шығады. 125 және 9. 9 бен 9 қысқарды. Мынау 125 пенен 5-ті қысқартамыз. Сол кезде бізде 2-ден береміз. 2-ден бергенде бізде 2 қалады, 25, одан бізде 5 шығады. Келесі өрнек бізде дәл солай, квадраттарды жіктеу. Енді үшінші есепке қарап көрейік. Үшінші есепке қарайтын болсақ, 3 көбейтілген түбір асты 3-тен 2, азайту 24 түбір астында, қосу түбір асты 6, көбейту 2, түбір астында 3-тен 2, қосылған 3 еселенген 3-тен 2 түбір астында. Жақсы, олай болса, мына жерде бізде қазір жеке-жеке жақшаны ашсақ болады. Алайда, мына жағдайда біз мынаны жіктеп көрейік. 3-ті түбірдің ішіне кіргізіп көретін болсақ,
Дәреже бізде екінші дәрежелі түбірасты болғандықтан 3-ті біз квадраттап түбірге кіргізе аламыз. 9. 9 бен 3 қысқарады. 3, демек түбірасты 6. Мына жағдайда бізде 24 дегеніміз 6 менен 4-тің көбейтіндісі, 4-ті түбірден шығаратын болсақ 2. Демек, мына жағдайда түбірасты 6. Азайтылған 2 түбірасты 6, қосылған түбірасты 6. Онда біздің мына бірінші жақшадан 0 шығып тұр. 0-ді келесі жақшаға көбейтсек, бізде 0 шығады. Енді мына есепке қарап көрейік. Үшінші дәрежелі түбірастында 16, 8 қосылған түбірасты 5. Үшінші дәрежелі түбірасты 16, азайтылған 8 түбірасты 5 және азайтумен тұр. Енді бұл өрнекті осындай есепті шығару үшін біз бір жаңа айнымалы енгізейік. Жаңа айнымалымыз қалай болады? Үшінші дәрежелі түбірасты 16 қосылған 8 түбірасты 5, азайтылған үшінші дәрежелі түбірасты 16, азайтылған 8 түбірасты 5. Жаңадан бір x деген өрнекке теңестірейік. Енді осы екі өрнектің екі жағынан да 3 дәрежені алайық. Сонда бізде мына түбір қазір кетеді. Формуласын жазатын болсақ, а куб алдыменен екі қосылғыштың кубының формуласын жазайық. Мына жер енді бізде минус болсын. Сонда а куб азайтылған 3а квадрат б қосылған 3аб квадрат қосылған б куб. Мына жерде минус б куб, теріс болған жағдайда. Осыған салатын болсақ, бізде қандай өрнек шығады? Онда мына түбір жойылады. Бірінші қосылғыш ретінде 8 түбірасты 5 минус 3 еселенген а квадрат. Демек, мына өрнектің квадраты, ол квадрат дәрежені біз ішке жазатын болсақ, немесе сыртына қойып қояйық. Сонда 16 қосылған 8 түбірасты 5-тің квадраты, үшінші дәрежелі түбірастында 16 азайтылған 8 түбірасты 5 қосылған 3 еселенген бірінші көбейткіш, яғни үшінші дәрежелі түбірастында 16 қосылған 8 түбірасты 5 және квадраты, үшінші дәрежелі түбірасты 16 азайтылған 8 түбірасты 5-тің квадраты қосылған, енді мына жағдайда минус болады, мына жерде. Так, енді мына екінші қосылғышымыз біз 3 дәрежеге шығарғанда, онда оның түбірі кетеді. 16 азайтылған 8 түбірасты 5 тең x куб. Жақшаны ашатын болсақ, бізде 16 минус 16, мына жағдайда 16 менен жойылады. Сонда минус 16 плюс 8,5 болсын. 16-ларды жояйық. Енді 8 түбірасты 5-ке 8 түбірасты 5-ті қосамыз. 16 түбірасты 5 минус. Келесі жағдайға қарап көрейік. Бізде мына жерде мынау квадрат. Квадратты мен екеу болып жазсам. Екеу болып жазатын болсам, яғни 3. Үшінші дәрежелі түбірасты 16 қосылған 8 түбірасты 5. Яғни барлығын бір түбірге жазаламын. Бір түбірге жазаламын. Мына квадратты біз түбірдің ішіне де жазаламыз. Осы түбірдің қасиеті бойынша. Сондықтан ол квадратты мен екеу болып жазып жатырмын. 16 қосылған 8 түбірасты 5. 16 қосу 8 түбірасты 5. Жақшаны жабам. Келесі көбейткішім менде 16 азайтылған 8 түбірасты 5. Мінекей. Келесі жақшамда дәл солай болады. Ал енді бұл жерде не шығады? Қарап көрейік. Біз мына жерде екі жақша түйіндес болып тұр. Осы түйіндес жақшаларды көбейтетін болсақ, 16-ның квадраты азайтылған 8 түбірасты 5-тің квадраты. 16-ның квадраты азайту, 8 түбірасты 5 дегеніміз 64 көбейтілген 5. 64 көбейтілген 5, 8, 64, түбірасты 5. Енді бұны қалай есептейміз? 16-ның квадраты 16 көбейтілген 16 деп жазып алайын. Азайту 64 көбейтілген 5. Осы жерде біз енді калькулятор пайдаланбай қалай шешеміз? 16 және 16. 16-ны жіктейтін болсақ, 16, 4 көбейту 4. Мына жерде 4 пенен 16-ны көбейтетін болсақ, 64 шығады. Демек, 64-ті жіктеп жақшаның сыртына шығарып жіберем. Демек, 16 деген 64 көбейту 4-ке тең. Сонда 64 шығатын болса, 4 азайту 5.
демек минус 64 шығып жатыр. Мына екі жақшадан бізде минус 64 шығып жатыр. Енді минус 64-ті не істейміз? Минус 64-ті біз түбірдің жаңағы алдына шығара аламыз. Түбірдің алдында бізде 3 көбейткіш бар. 64 дегеніміз 4-тің 3 дәрежесі. Демек 4 шығады, минус 4. Мына жер бізде плюс болады. Сонда бізде өрнек келесідей жалғасады. 16 түбір асты 5 минус 4 шығады, 3 пен көбейтіледі 12, ал түбір астында бізде 16 қосылған 8 түбір асты 5. Келесі жағдайда бізде мынау минус жақша екеу болады ғой. Мына плюс жақшамен біреуімен минус 64 болады. Ол минус 64-ті біз минус 4 қып бөлшектің алдына шығаратын болсақ, минус 12, ол жағдайда да 3 түбір астында 8 азайту, 16 азайту 8 түбір асты 5 шығады. Тең x куб. Мына жерде бізде 3-ші дәрежелі түбір бар. Енді қарайық. Минус 12, минус 12. Демек біз оларды қазір ешқандай біріктіре алмаймыз, бірақ минус 12-ні жіктеп жақшаның сыртына шығара аламыз. 16 түбір асты 5. Минус 12-ні біз түбірден шығаратын болсақ, 3-ші дәрежелі түбір астында 16 қосылған 8 түбір асты 5. Қосылған 3-ші дәрежелі түбір асты 16 азайтылған 8 түбір асты 5. Тең x куб. Енді мына жағдайға қарайық. Бізде мына жағдай мынау басында алған жағдайға ұқсайды. Бастапқыда біз осы өрнекті x деп алған едік. Енді бірақ мына жерде бізде минус, біздің жақшада плюс шықты. Осы жерде бір жерде біз қазір таңбаны тексеріп көрейік. Таңбаны тексеретін болсақ, мысалы мына бірінші жақшаның ішінде бізде минус 64 шықты ғой. Минус 64 түбірден шыққаннан кейін минус 4 болып шығады, мына жер плюс болады екен. Қазір осыны плюске өзгертетін болсақ, плюс. Демек 12-ні жіктеген кезде мына жер бізде қайтадан минус шығады. Енді есебіміз дұрыс болды деуге болады. Қазір осы жақшаның орнына мен x-ті қоямын. Сонда 16 түбір асты 5 қосылған 12x тең x куб. Өрнекті бір жаққа жіктейтін болсақ, бізде x куб қосылған 12x минус 12x бізде минус болады, минус 16 түбір асты 5 тең 0. Енді бұл өрнекті қалай шешу керек? Бізде қазір 3-ші дәрежелі. Бұны шешудің бізде нақты әдісі жоқ, бірақ біз оны шешу үшін мынау бос мүшеге қараймыз. Бос мүшенің бөлгіштерін жазамын. Плюс минус 1. Мысалы 16 бөлінеді деп, 16 түбір асты 5-ті мысалы 2-ге, 1-ге бөле аламыз ғой. Дәл солай осының бөлгіштерін жазсам, бірақ 1 дегенді мен қоя алмаймын, өйткені бізде мынаның орнына қойғанда мынау азайтылу керек. Ал бұл азайтылу үшін мына жақтағы өрнектерден, мысалы 24 түбір асты 5, 45 түбір асты 5 деген сияқты әйтеу түбір асты 5-і бар өрнек шығу керек. Демек, мен мынаны бөлгіштерін қазір былай іздеймін. Мысалы түбір асты 5-ге плюс минус бөлінеді. Сосын 2 түбір асты 5 плюс минус бөлінеді. 4 түбір асты 5 плюс минусмен осы сандарға бөлінеді. Осыны тексеріп көретін болсақ, мысалы түбір асты 5-ті тексеретін болсам, енді минусын қоймаймын, өйткені мына жер минус шығып кетсе, мына жері плюс шықса қазір жойылмай қалады. Сондықтан плюс түбір асты 5-ті қойып көрейік. Түбір асты 5-тің квадраты және түбір асты 5 десем 3 дәреже. Азайту 12 түбір асты 5, азайту 16 түбір асты 5. Мына жерден бізде 5 шығады. 5 түбір асты 5. Ол мынадан азайтатын болсақ, минус 7 шығып кетті, ал мынаумен минус 23 шығып кетті. Минус 23 емес, бізде 0 шығу керек еді. Сондықтан плюс минус 5 ол бізде түбір болмайды. Енді 2 түбір асты 5-ті қазір қойып көрейін. 2 түбір асты 5-ті қоятын болсам, 2 түбір асты 5-тің квадраты және 2 түбір асты 5. Сонда 3 дәреже. Азайту. Мынаған 2 түбір асты 5-ті көбейтетін болсам, 2 мен 12 көбейтіледі, 24 түбір асты 5. Азайту 16 түбір асты 5. Мына жерде екеуде минус,
демек олар плюс болса минус 40 түбір асты 5 шығып тұр. Жақсы. Енді мынаны қарайық. Мына жерде бізде 2-нің квадраты 4, түбір асты 5-тен 5, көбейту 2 түбір асты 5. 2-ні көбейтсем 20, 2-мен көбейтсем 40 түбір асты 5, мынада 40 түбір асты 5 тең 0 шығып тұр. Демек, мына теңдеудің түбірі 2 түбір асты 5 деген сөз. Сонда x тең 2 түбір асты 5. X-тің орнына 2 түбір асты 5 қойғанда бізде 0 шығады. Олай болса, x деп отырғанымыз бізде жалпы осы өрнектің мәні еді. Онда бізде есептің шешімі шықты, ол 2 түбір асты 5. Енді мынау келесі есепті дәл осы әдіспенен шығарамыз. Келесі есепке қарайық. 4 дәрежелі түбір асты 125 және түбір астында 5. Мынау түбір астында 5 түбір асты 2 көбейту 4-ші дәрежелі түбір асты 200. Қазір осы есепті қарап көрейік. Мысалы, мына жерде түбір асты ол нені білдіреді? 5-тің 2-ден 1 дәрежесінің 2-ден 1 дәрежесі. Демек 5-тің 4-тен 1 дәрежесі. Мынауда 4-тен 1 дәреже. Олай болса, олар бір түбірдің астында жазылуға болады, жазылына алады. Мынау 5-тің 3 дәрежесі. Мына жерде тағы бір 5 келіп жатыр. 5-тің 4 дәрежесі. Демек, бұл өрнектен бізде 5 қана шығып тұр. Қазір енді осыны жазып қойыңызшы. 5-тің 4 дәрежесінен бізде 5 шығып тұр. Демек, мына екеуінің көбейтіндісінен, 4-ші дәрежелі түбір асты 125 көбейту 4-ші дәрежелі түбір асты 5-тен 5 шығады. Мына өрнекке қарайық. Мына жерге қарайтын болсақ, енді осыны жіктеп жазайық. Мысалы, 200 дегеніміз қаншаның көбейтіндісі? Түбір асты 200. 200, мысалы, 2 көбейту 100. 2 көбейту 100. Ал 100 дегеніміз бізде 10-ның квадраты. 10-ның квадраты болатын болса, мынау менен қазір қысқарады, түбір асты қалады. Жақсы, ол бізде енді тиімсіздеу болып тұр екен. Мынаны көбейтіп көрейікші. Мынау бізде қанша шығады екен? Мынау 5-ті, алдыменен 5-ті түбірдің ішіне кіргізіп жіберейік. Түбірдің астына кіргізейік. Сонда 5 түбір асты 2 тең түбір асты 5 кіретін болса 2 дәрежемен кіреді. Демек 25-ті 2 көбейтеміз 50. Сонда енді мынаған қарайық. Мынау 2-ші дәрежелі, мынау 2-ші дәрежелі. Оны ашып жазатын болсақ, демек 50-дің 2-ден 1 дәрежесінің 2-ден 1 дәрежесі ол 4-ші дәрежелі түбір астында 50 шығып тұр. Ал енді екеуін көбейтсек болады. Мынау 4-ші дәрежелі, мынау 4-ші дәрежелі. Сонда бұлай болды. 4-ші дәрежелі түбір асты 50 көбейту 4-ші дәрежелі түбір асты 200. Ал жақсы, енді көбейтетін болсақ, түбір асты 4-ші дәрежелі түбір асты 50 менен мынаны көбейтетін болсақ, 10 және 3 0. Демек 10 мың. 10 мың дегеніміз 10-ның 4 дәрежесі. Мынада бізде 4-ші дәрежелі. Екеу қысқарады, демек 10 шығады. Онда бірінші өрнегімізден 5 шыққан, екінші өрнегімізден 10 шықты. Жауап 2-ден 1. Жауап 2-ден 1. Мінекей дәл осылай біз жіктей аламыз. Енді осы сабақпенен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Осындай жіктеу әдістерін біз қарастырдық. Енді мынау 4-ші қалған есептер сіздер шығара аласыздар. Сіздерге қалдырамыз.